Құрметті әріптестер, биылғы жылы қазақ тілі пәнінен емтихан тапсырмаларын оқушыларымыз тапсыратынын білесіздер. Бүгінгі видеода осы емтихан жұмыстарының жасалу барысы бойынша айтатын боламын. Каналда шығатын жаңа дүниелерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін бөлім тақырыптары бойынша емтихан тапсырмаларын жүйелі құрастыру жұмысы. Бізде қазақ тілі пәнінен және қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен өзге тілді оқушылар үшін және қазақ тілді оқушылар үшін емтихан тапсырамыз. Бүгінгі видеода соңына дейін көрсеңіздер, қалай құрастыру керек екенін және де бір үлгіні көрсетемін. Бұл жерде мен сіздерге қазақ тілі қазақ сыныптарындағы 7-ші сыныпты алдым. Бірақ та қазіргі түсіндіретін басындағы ережелер барлығына бірдей. Бұнда, яғни емтиханның мақсат міндеттері. Мақсаты білім алушылардың қазақ тілі мен әдебиеті пәндері бойынша оқу бағдарламасының көлемін меңгеру деңгейін, негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты талаптарына сәйкес бағалау. Міндеті білім алушылардың білім берудің келесі деңгейін, материалдарын игеру дайындығын бағалау, функционалдық сауаттылықтарын қалыптастыру деңгейлерін бағалау болып табылады. Емтихан барлық сыныптарда тек қана қазақ тілінде өтеді. Емтиханды өткізу уақыты білім беру ұйымының педагогикалық кеңесімен айқындалады. 27 және 31 мамыр аралығында 9-11 сынып оқушыларын қорытынды аттестатты уақытынан басқа уақытта өткізу ұсынылады. 3. Педагогтердің емтихандағы кезекшілік кестесі білім беру ұйымының педагогикалық кеңесімен айқындалады. 4. Академиялық адалдық қағидаттарын сақтай отырып, емтихан материалдарын педагогтер құрастырады және білім беру ұйымының әкімшілігі бекітеді. Жоғарыда атап өткендей, қазіргі көрсететін үлгінің барлығы тек қазақ сыныптары үшін. Бұнда қазақ сыныптары үшін қазақ тілі оқу пән бойынша оқылым, жазылым, әдеби тіл нормаларын сақтау, қазақ тілі оқу пәні бойынша рубрика көрсетіледі. Бұнда біз қазақ сыныптары үшін қазақ тілінде оқылым, жазылым және әдеби тіл нормаларын сақтау осы үш дағды бойынша ғана қарастыратын боламыз. Бұнда бізде тыңдалым жоқ. Мұнда қазақ сыныптарындағы 7-ші сынып бөлімшелері 1-ші, 2-ші, 3-ші және 4-ші тоқсан бойынша мен сіздерге қазір 1-ші тоқсандағы денсаулық, зорбайлық, лексика бөлімі бойынша үлгі көрсететін боламын. Мұнда қазақ тілі және қазақ тілі мен әдебиеті оқу пәні бойынша емтихан жұмыстары. Бұнда емтихан өткізуді ұйымдастыру мәселелері бойынша эссе тақырыптары 4 болады және де мәтін саны, одан кейін сыныбы көрсетілген. Мұнда бізде мен қызылмен көрсетіп қойғаным, ол 7-ші сыныпты көрсететін болғандықтан белгілеп қойған болатынмын. Яғни мәтіндегі сөз саны 120-130 сөзді құрауы қажет. Ал 5-ші сыныпта 100-110, 8-ші сыныпта 130-140 сөзді құрайды. Және де эсседегі тапсырмалардың жалпы қиындығы әр сыныптың жас ерекшеліктеріне сай берілуі қажет. Білімді тексеру тапсырмаларын орындау уақыты дейді, яғни жалпы орындау уақыты 90 минутты құрайды. Бұл жерде 90 минуттың ішіне жалпы эссені жазу уақыты берілген тапсырмаларды оқуға жұмсалатын уақытты ескере есептелген. Яғни бүкіл тапсырма және эссенің жазуы барлығы осы 90 минуттың ішінде болады деген сөз. Жоғарыда атап өткендей, бұл жерде сіздерге үлгі денсаулық, зорбайлық, лексика бөлімі бойынша 1-ші тоқсаннан алынған және де 7-ші сыныпқа жасалған үлгі. Бұл жерде біз тек қана қазақ сыныптары үшін оқылым, жазылым және де әдеби тіл нормаларын алатын боламыз. Яғни оқылым 7-2-1-1, мәтіндік және графиктік кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер, ақпаратты интерпретациялау. Бізде кейбір кезде, сабақ кезінде, осы мақсат кездескен кезде, мысалы, астын тек қана сызып қоятынбыз, кесте, немесе диаграмма, немесе сурет, немесе шартты белгілерді ғана сызып, сабақта бір сабақ көлемінде жасататынбыз.
Ал емтихан барысында оның ешқайсысын алып тастамаймыз және біреуі ғана берілмейді. Бала толық кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер барлығын орындауға міндетті. Яғни ешқайсысын жеке дара алып бөлмейміз. Одан кейін жазылым 7-3-4-1. Бұнда эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептерін өз көзқарасын жазу, яғни дискуссивті эссе жазады. Одан кейін үшінші міндетті түрде әдеби тіл нормалары. Мұнда 7-4-3-1 фразеологизм, мақал-мәтелдің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану деген мақсаттарды алған болатынмын. Бұндағы үшінші бөлім денсаулық зорбайлық лексика, оның астына оқу мақсаттарын жазамыз. Одан кейін бағалау критерийлері, білім алушы графиктік кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер, ақпаратты интерпретациялайды. Дәл осындай ары қарай жазып өтеміз. Одан кейін орындау уақыты 90 минут. Бірінші оқылым тапсырмасы. Бірінші тапсырма: берілген мәтіндік және графиктік мәтінді оқып, кестедегі тапсырмаларды орындаңыз. Ақпараттарды толық сипаттаңыз. Бұнда бізде 0,5 балл беріледі. Жаңағы мақсаттағы бізде графиктік және мәтіндік мәтін деп тұрды. Яғни біз бірінші мәтінге кәдімгі мәтіндік мәтін бердік. Денсаулық біздің жалғыз ғана асыл дүниеміз деген тақырыпта міндетті түрде бұл мәтінді алған кезде астында қай жерден алғандығыңыз жөнінде тұруы қажет. Егер сіз ғаламтор желісінен алсаңыз, сол ғаламтор желісінің сілтемесі тұруы қажет. Бұндай мәтінді біз оқулықтан, яғни өтіп кеткен бала таныс мәтіндерден алуға болмайды. Яғни оқулықтан алмаймыз деген сөз. Жаңағы оқу мақсаты бойынша 2 мәтін берілу керек болған. Бізде екінші мәтін графиктік мәтін, адам ағзасындағы су, органикалық зат. Осы бойынша бала осы графиктік мәтінмен жұмыс істеуі қажет. Бұнда енді 2 мәтінді жаңа жоғарыдағы көргендеріңіздей, бұндағы мәтіндегі ақпараттар бірінші мәтіндегі және екінші мәтіндегі ақпараттарды мұнда сипаттап жазады. Онда міндетті түрде дескриптор болуы керек, және біз балды өзгертпейміз, 0,5 балл болады. Жаңағы бірінші мәтіндегі ақпаратты тауып сипаттайды, екінші мәтіндегі ақпаратты тауып сипаттайды. Одан кейін екінші тапсырма. Екінші тапсырма бойынша да 0,5 баллды құрайды, яғни екеуі 1 баллды құрайды ғой сонда. Екінші тапсырма: мәтіндегі ақпараттарды қолданып 3-4 сөйлеммен денсаулық негізі тазалық тақырыбында ойыңызды жазыңыз, яғни небәрі 3-4 сөйлем ғана болуы қажет. Міндетті түрде бұл жерде де дескрипторды құрайсыз, 3-4 сөйлеммен тақырыпқа өз ойын жазады, мәтіндегі ақпараттарды қолданады. Яғни дескриптор не үшін қажет? Бұнда бала не істеу керегін білуі міндетті, сондықтан да біз дескрипторды жазып қояды екенбіз. Үшінші бізде жазылым. Жазылым тапсырмасы міндетті түрде 3 баллды құрайды. Мұнда біз 1-1 балдан бөліп қоямыз. Яғни бұл жерде не істейді? Мәтіндердегі ақпаратты негізге алып, құрылымы мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсынып, дискуссивті эссе жазады. Жоғарыдағы мәтіннен шығатын бір тақырыпты ұсынамыз. Яғни біз бұнда дұрыс тамақтана алып жүрміз бе? Және де ол мәселелі, оңтайлы шешілу жолдары бар, дискуссивті эссе жаза алатындай тақырып болуы қажет. Дескриптор мәтіндегі ақпараттарды негізге алып, құрылымы мен даму желісін сақтайды, 1 балл. Берілген мәселенің тақырыптың оңтайлы шешімін ұсынады, 1 балл. Тіл сауаттылығын сақтап, логикалық жүйені сақтайды, яғни 1 балл. Міндетті түрде бұл 3 баллды құрайды. Бізде үшінші әдеби тіл нормасы, бұнда 1 баллды құрайды. Оқу мақсатына сай. Бұл жерде оқылым мәтіннің мазмұнына байланысты берілген мақал мәтелдерді жалғастырып жазыңыз. Дерт көп, демі бардың деген сынды. Бұнда да дескриптор берілген мақал мәтелден жалғастырып жазады және 1 баллды құрайды. Мысалы, сізде 3-7 сынып болатын болса, әр сыныпқа 4 нұсқадан
жасайсыз. Мысалға 7-ші А сыныбына 4 нұсқаны бөлек жасайсыз, 7-ші Ә сыныбына басқандай 4 нұсқаны бөлек жасайсыз. Яғни 3 сыныпқа 4-4-тен 12 нұсқа жасап, мектеп әкімшілігіне өткізуіңіз қажет. Сондықтан да қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімдеріне сәл болсын күш түсейін деп тұр. Бұл жөнінде, бұл жерде бізде рубрика, қазақ тілі оқу пәні бойынша рубрика, оқылым, жазылым, әдеби тіл нормалары бойынша көрсетілген. Жаңағы жұмыс бойынша төмен көрсеткіш 1-2 балды сіз қай кезде қоя аласыз. Оқылым мәтінінде мәтіндік және графиктік мәтінді оқиды, ақпараттарды сипаттай алмайды. Ал орташасы мәтіндік және графиктік мәтінді оқиды, ақпараттарды жартылай сипаттай алады. Үшінші, мәтіндік және графиктік мәтінді оқиды, ақпараттарды толықтай сипаттай алса. Дәл осылай рубрика жасап қоямыз. Одан кейін бізде 5 балдықты, жаңа 5 бал шығарады ғой, сол 5 балды біз 30 балдық шкалаға ауыстырамыз. Бұл бізде оқыту қазақ тілінде. Мысалы, оқылым, бірінші тапсырма 0,5, жаңағы жоғарыда көрсетіп өттім ғой, екінші тапсырма 0,5-тен барлығы 1 балды құрайды. 30 балдық шкала бойынша ең жоғарғы жиынтық бал 6 бал. Одан кейін жазылымда мәтіндегі ақпараттарды негізге алып, құрылым мен даму желісін сақтаса, 1 бал қоясыз. Берілген мәселенің тақырыптың оңтайлы шешімін ұсынса 1 бал. Тіл сауаттылығын сақтап, логикалық жүйені сақтаса 1 бал. Яғни жазылым 3 балды құрайды. Мұнда сіз ешқандай да жазылымды мысалға 5 бал, 6 бал, немесе 4 бал, немесе 2 бал ғып өзгерте алмайсыз. Бұл нақты қатып қалған 3 бал болып қалуы керек. Одан кейін үшінші әдеби тіл нормаларында 1 балды құрайды. Жалпы 5 балдық шкаланы бұл 30 балдық шкалаға ауыстыру болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Барша қазақ тілі пән мұғалімдеріне сәттілік тілеймін. Рахмет.